Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен бірге participle one немесе есімше бір тақырыбын талқылайтын боламыз. Бізде мына жерде 8 вариант берілген. Солардың ішінде қайсысы сізге дұрыс болып есептеледі? The participle one in the sentences. I am fond of listening to music. Бізде A варианты және F варианты, G варианты дұрыс сияқты. A мен F, G ма әлде A мен G ма? A мен G. Окей. Так, не үшін? Өйткені participle one есімше бір. Иә. ING мен жасалады. ING мен жүреді. Окей. F-те де ING бар ғой? F-те де ING бар, бірақ бұл жерде герунди форматында жүреді. Окей, good. Герундида Subject кірді бастады. Басында бастады герунди, молодец. Дұрыс таптыңыз. F-те айттыңыз, F емес G-ді айттыңыз. F бізде тоже герунди болып саналады, иә? Себебі екінші нәрсе, то есть екінші істік ING жалғап тұр. Бірақ бізде еще герундидің үшінші формасы бар. Ол бірде мысалға of деген сияқты препозишндар ғой, именно тоже ING жүреді. Бұл да герундидің үшінші форматы. Сондықтан да бізде A жауабы дұрыс емес. Сосын сіз маған қандай дедіңіз? G варианты дұрыс. Өйткені сізде man sitting at the table is our teacher. Отырған еркек, да? Қандай еркек деген жағына жауап берді. Сонымен қатар сіз бір нәрсені ұмытып ол reading girl, C варианты. Бізде ол жерде оқып жатқан қыз, қандай қыз оқып жатқан дегенді білдіреді. Сонда бізде жауабы C және де G дұрыс болады. H бізде тоже герундий себебі like етістіктен кейін екіншісінде ING жауап тұр. Вот, егер де сізде осындай сұрақтармен қасиет ететін болсаңыздар, бізде толық видеолар және материалдар бар. Олар бізде YouTube каналда және де Telegram каналдарында бар. Сіз оларға тіркеліп, тегін дайындала аласыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Goodbye.